Бастырылудан қалай бастырылудың бірінші себебін анықтау керек, неден болып жатқанын қарап көріңіз. Мына өмір, мына пленка ғой, сол пленканы кішкене айландырып көр өміріңді. Кімді ренжіттің, кімнің қарғысына қалдың, қанша жүріп тастап алдап кеттің, ақшасын алып алып кімді қарамай лақтырып кеттің, ата-анаңның дұғасын алдың ба алмадың ба, ответтердің бәрі сол жерде. Сол бастырылудың ответі сол жерде іздеп көру керек. Егер о жағын бәрі идеальный болса, онда жыннан болады. Баяғыда бір айтады, мен жұмысым болмайды, бастырыла берем, осында қинала берем, бір дем салып берші деп қоймайды, келе береді. Содан енді маған біреу нөмір не керегі бар? Бір күні қоймай қалғанын сұрадым, сен өзің не адамсың деп. Не адамсың, не жігітсің десем, осындай жігітпін, мына жұмыс істеймін. Семьяң бар ма дедім. Жоқ, қазір семьям жоқ деді. Қаншадасың? 48-демін дейді. Қалай семьяң жоқ дедім. Қалай семьяң жоқ дедім. Сөйтсем мен 4 әйелмен де жарасамадым дейді. 4 баламен, әрқайсысынан 1-2 баламен кетті дейді. Ой, сен давно өліп қалуың керек еді, не yapып жүрсің дедім. Сол 4 әйелді жылатып, әрқайсысынан балаларды жетім қылып қаңғытып жіберіп, еще сен жолымды ашы дейсің. Еще бастырылғың келмейді дейсің. Сен бастырылмақ түгілі сені қылқындырып өлтіріп қою керек, 4 баланың аруағы, 4 қатынның аруағы. Оңай дейсің бе сен? Ойыншық болған. Олар кеткенде де спокойно кеткен жоқ қой. Давай жаным, рахмет саған деп кеткен жоқ қой. Өліп қалғыр қара